Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Не іздедіңіз? Бір ағайынды інім бар еді, соған киім керек еді. Онда вообще шалбар көрейік та. Оның бір аяғы жоқ еді. Онда футболка көрейік та. Бір қолы да жоқ еді оның. Қолы да жоқ па? Негіз тірі ма ол? Болмаса шапка көрейік та, жүрің да. Осындай шапкалар бар ше. Шапка болғанда ол кішкентай кезде басына шырқал болып қалып кеткен ғой. Басына былай жарысы жоқ ше оның. Вообще оны өлтіре саласыздар ау. Қатты күнә болмайтын сияқты ғой. Ата, мен ұзақ жолға шығып бара жатырмын, бір бата бер жіберіңізші. Сұлу жарды мен бердім, қызығын көрсін деп, ұл қызды да мен бердім, енді оның қызығын көрсін деп, ауруды да мен бердім, білсін деп, машина қуат берсін, айналайын, палон, шап, аумин. Ата, мен ертең шыға салам ау. Бүгін шықсам жете алмай қалатын сияқтымын, жолда авария болатын сияқты болатын. Сөйте салайын. Бұл бензин насостан емес па? Жоқ. Ағанда сәл сілкеді ғой, сол насостан ау? Жоқ, Зайбал. Одан емес. Папа содан деп айтатын еді, одан емес па? Жоқ, Зайбал. Одан емес. Одан. Изолятор ма? Изолятор ана бензин насосты орайсыңдар деп етіп, ағанда тауға шыққан кезде сәл қиналды ғой, сол насостан ау? Жоқ. Точно одан емес па, жігіттер? Жоқ, сәсіктің аты. Маған бензин насосқа қатысы бар ма? Су қайнап жатыр ма сонда? Ол бензин насостан ғой, я? Я. Нормальный қыздар келіп жатқан сияқты. Бізде танысып көрейік та, я? Ринат болады. Ринат болады. Сәуле ма? Қайсымен танысыз? Мен танысшы, мен. Ей, нормальныймын ғой мен. Мен танысамын. Осы қызмен танысыз ба? Иә, осы болады. Мен мына кісімен танысыз ғой. Мен Жүрсеңдер, әңгіме қылып айтайық. мен де танысам, шашы. Сіз ше? Өше тұра тұрың да. Біз қазір келеміз, Қорқам ғой, бля, қызым ғой. Қай жаққа барсақ болады? Давай кинорумға барамыз. Кинорум болмайды ше. Тамыр, сен сәл шөлдеп тұрың, я бағана? Не, кафеге барайықшы, мен өзім тойдырам суға. Я? Жоқ, кафе болмайды ше. Сен ана үйдегілер іздеп жатқан жоқ па? Жоқ, мен 2 күнге сұранып қойғам ғой. 2 күнге сұрағым қойған ба? Жақсы араласасыңдар ма бұмен? болады, ә? Жақсы араласасыздар. Ой, лучшиймыз ғой, бля, мен сияқты қыз көрген жоқсыңдар. Жүрнеші, өтініш. Тамыр, сен сәл шөлдеп тұрың, Не? Кеткен жоқтан краннан шек та. Краннан ба? Кет краннан шек та, бәріміз. Краннан шегі. Не, мага... Сен де барасың ба? Бара салайын. Қалам дейсің ба? Барам. Қаған нес? Барайыншы. Қаласың? Қаған нес нөшін ба? Қаласың? Ринат, мен ақшамды қашан қайтарасың? Бақандай бір күн өтті ғой. Мен сенен үміт күтіп жүрмін ғой. Мен болашағым не болмақ? Мен осы ақшаға қарап отқан шығармын. Қанша күнде қайтарасың? Мен тағдырым сол ақшаға байланысты еді ғой. Мен тағдырымның бытшын шығардым ғой. Мен есіне шығып кетті ше, мен қарызын айтпақшы. Папа маған бір 2000 теңге керек еді ше. Бар, мамаңнан сұрасың. Әкеші маған 5000 теңге берін. Ой, балапан, 5000 теңгесін ес, 10 000 теңге алса бар, үйде кассалық тұр. 10 000 теңге ал ата ұрсам. Папа бір 50 теңге беріңізші. Нан алып жейін дегенім, қарным ашып кетті ше. Құры бар, қандай 50 теңгеші, көк түйін жоқ. Вообще мен сыйламайсыздар ғой, мен асылам мен, кеттім. Давай, өзің білесің ғой. Мұны шынымен асылайын деп отқан несі? Жынсың ба сен? Малдың жібі ғана өзесің ғой, ертең малға керек қой. Құры бар, канал жағы басқа жіп тауып алшы. Сазитын ертең. Ешек. 100 миллион теңге берем дейді да, бірақ 5-ші этажда сіздересің де, бірақ астында пышақтар тұрады. 40 мылтық тұрады жігіт ше. Ар жақтан 70 қасқыр келіп атады. 180 танкі келіп атады да, бірақ 100 миллион теңге берем дейді. Неге маска тағып алғансың? Қарсай, брат. 72 бала жабылып кетеді ғой. Дық кигізіп жатыр, 78 ұрып жатыр. Жеп қарап тұра бергенсің ғой. Еще тебеді ғой олар, басқа секіреді ғой. Басым дуалға тақалып тұр, ұрып жатыр, тіземен теуіп жатыр. Мен жеп қарап тұрмын, жігіттер әсер етіп жатқан жоқ. Тағы деп жатыр. Тамыр, шынында айтшы, не қылды көзіңе? Ара шақты, брат. Саған қандай жігіттер ұнайды дейді? Сен қуасың ба, жансың ба? Мен сондай деп тұрсың ба? Тәрбиесіз. Әрине көтідеу. Сәлем балақайлар. О, Аяз ата. Жаңа жылға любой тілектен орындаймын ше, любой. Любой тілек қой ата, мен ана итім сағынып кеттім ше, өліп қойған еді. Соған бір көрсем арманым жоқ ше. Иә? Сенің қандай тілегің бар, қызым? Атаммен тілегім бұндай емес қой. Биыл жаңа жылда класс жасамай отырайықшы. Мына тілегің ауыр ғой сенің. Енді любойын орындайын десің. Жаңа жылдарыңмен балалар. Құрметті тұрмысқа шыққан қыздар, неғып бөлек шығайық дей бересіңдер. Ертең сендер де бала шаға боласыңдар ба? Ертең балдарың бөлек шығайық десе жақсы ма? Мысалы, мен қыз болсам, енем бәрі дұрыс емес та ол. Айтшы ма өзіңе? Шам.
брат бергейші на не бар қалтаңда шығасың. Шешелерің не үмітпен қарап отыр сендерге? Немене білемін осы шакал сияқты. Ұялмайсыңдар ма? Tutamaz, sen biri tutamazsın yolculuklar tutamaz. Ойбай bir күн суып кетті ана Африка сияқты. Жібересің сен. Сен көзіңде бірдеңе тұршы. Не тұр? А, нұр екен ғой. Нұр дейсің ба? Нұр ғой. Папамды айтам да ертең күйеу балама гелик әперем дейді. Алтын ғой сен, әкең. Алтыннан алтын туады ғой негізі. Иә? Ертең үйіңе барам ғой күйеу бала болып. Әкең не берейін деп жатыр қалыңмалға? 5 миллион берейін деп жатыр, 5 миллионға арзисың сен жан. 5 миллион. Негізі мынау болмайды ше, еркек басым қалыңмал деп. 10 миллион берсін. Точно ше. 10 миллион ба? Қосымша қыздармен сөйлесе аласың ба негізі? Тамыр қыздарды жим ғой сөзбен, білмейсің ба? Жұтып қоямын ғой Тамыр. Тамыр жүрсей бір киініп алайық та. Жүрсей. Қалайсың? Жақсы ғой. Досым жаңа жим деп жатыр ғой қыздарды әшейін. Ақ футболкадағы жігіт әдемі екен иә? Тамыр сені айтып жатыр ғой. Фу, блядь. Блядь, Тамыр осының түсі көрініп алыр өсек, блядь. Жарақ нахуй. Айқайлама нахуй. Көтіңе мінездерін көрсетпеңдер маған. Ай бе, ешек осып барады Тамыр. Ертең кешке жетсе де тойым бар. Неште шығамыз өзінен Шымкенттен? Таңғы 5-те шығу керек қой Тамыр. Банан қарсы Тамыр, газель мен банан бірдей кетіп барады ше. Дүниенің теңесетін кезі Тамыр көрдің ба? Аталарымыз айтып кеткен ғой негізі біліпті ше. Асадасың нан деген сияқты. Мынауың сәл үйлеспей қалған сияқты ше. Ай жерден түсесің ба? Тоқтайын ба Тамыр? Ей Тамыр қымыз, дәл айттың сен маған асадасың нан ше. Бұрынғы ата бабаларымызды алмайсың ғой, сөзді дөп айтасың ше сен. 110 болып қаппыз ғой Тамыр уже. Ебать 111 болып Тамыр. Ё-моё! Беттер! Қызды көрікті қылар, етегі ұзыны, жігітті көрікті қылар, беттегі қызылы деп. Шірідің ба? Малдың асын тазламапсың ғой сен? Құра бар малдың асын тазла. Құлар малдың асын тазла. Не отырсың сен? Құры бар малдың асын тазла. Құры іші малдың асын тазла. Бәріне шөп сала сал, малдың асын тағы бір тазлай сал. Құры бар ондай малдың асын тазлай. Құры бар малдың асын тазла. Ебан білет. Құры бар малдың асын тазла. Брат, Жетісайға келсей, Жетісайда не бар дейсің ба? Ой, келсей кел дегенсің. Марат бар ма? Ол ұйықтап жатыр. Шынымен ұйықтап жатса негізі қолын көтеріп жату керек қой, ка? Шынымен ұйықтап жатыр екен ше. Екінші қолыңды да көтерсең түспей көрейік ұйықтап жатқан болса ше. Екі аяғы да көтерілу керек қой ұйықтап жатқан болса. Шынымен ұйықтап жатыр екен ғой. Негізі шынымен ұйықтап жатса орнынан тұру керек қой. Шынымен ұйықтап жатқан адам негізі көзін ашады. Ассалаумағалейкум. Қалай Тамыр? Чан бүгін ана үйде бір өзім едім да. Рахаттан аунап жатыр дегенсің өзің. Зор ғой. Жоқ ана подушкалардың барлығы неге кетіп қалған ғой бүгін. Кино көресің ба қайда бір өзің рахаттан жатып ше. Жоқ, бір өзіммін деп атында андай ше, шай ішпедік па? Емес, шайға тойып қалған ше баны. Мантыс деп берем да ана. Қарным да тоқ ше, жеп алған ше. Қой. Вообще ма, не ма? Тойып тұрмын ше. Кинода көріп тастағам ше. Қайтасың ба? Шығарып салмайсың ба не? Мына тұр ғой. Үйге дейін шығарып салсайшы хотя бы. Таразына тұр ғой. 2 сағатта жетесің. Насыбай бар атак біздің үйде. Қоймадың ба? Барсақ барасың. Кино көре бе? Сол ғой. Малға шөп сал, қойға да сала сал болма. Бұзауды суғарып таста да, тауыққа жем бер, бәріне шөп сала сал. Малдың асын тағы бір тазалай сал. Тауықтың асын да тазалай сал. Не қарайсың не? Ебон білет. Бол тез-тез, үйде болам мен. Қалайсың мама? Мал сен ба? Жейтін бірдеңе бар ма? Қарным сәл ашып тұрып. Мен демалам ше ома, ұйқым келіп тұршы. Далаға тапшанға сап қойдым ше. Мама далға -2 болып тұр ғой. Жамылатын керек емес шығар, е? Ой, ассалаумағалейкум. Қалайсыңдар жігіттер? Возврат істеу керек та, короче. Қой, сондай
Мен зорға жеттім ғой. Пробка болатыр ғой қалада ше. продажа болатын шығар 3 күн 4 күн бар ғой Төлеу керек қой. $10 арзан түнде сондай алып отырсаң нормально Сосын реттеліп кетеді ғой, жумасаң жүріп ше. андай $85 ақ қояды $84 ол реттелмей бәле болады ғой. жоқ сол таныс болса деп ойлағанмын ғой Негізі таныс керек емес қой табиғатқа ше вообще. бір істеп алсаң короче ары қарай өзім несі Қалаға бүгін келдім ше, жігіттер мама 500 теңге беріп жетші, былай күн көр деп ше. тамыр ассалаумағалейкум ақи бауырым Жақсы ғой. жағдай жақсы ма рама үйдегілер қалай жақсы Жақсы я. очки алайықшы тамыр мен сынған сияқты очки Сыңған ба? қатты керек па саған